Заңдарға жиі өзгеріс енгізілгеннен кейін көптеген кәсіпкерлер өзінің қолдарынан келетін істі жасауға ешқандай ниет танытпайды. Салық реформасы кәсіпкерлер үшін мүмкіндік пе, әлде қосымша қысым ба? Бүкіл дүние жүзіндегі ең үлкен төлем осы эквивалентті Қазақстанда екен. Президентке кәсіпкерлердің шынайы көңіл күйі жетіп жатыр ма? Таза парақтан бастау керек жұмысты деді ғой. Белгілі бір деңгейде ресейлік лобби тұрған жоқ қой бұл реформаның артында? Иә, сендердің салық кодекстерінің қиындағаны жақсы болды. Ал егер осы реформа сәтсіз болатын болса, кім жауап береді? Сол кезеңді пайдаланатын да кәсіпкерлер бар ғой. Сол кезеңде пайда табатын да кәсіпкерлер бар ғой. Арма көрермен, эфирде дүрбі сұхбат алаңы. Бүгін бізде қонақта үкіметтік емес ұйым салық төлеушілер мен бухгалтерлер ассоциациясының директоры Сара Жүнісова ханым келіп отыр. Сара ханым, міне бір аптаның айналасында жаңа жылға аяқ қадам басамыз. Біз жаңа салық реформасы қарсы алады бізді 2026 жылы. Осы шет мәселені біз көп мәселелерін кәсіпкерлер жалпақ жұртта толық дұрыс түсіне алмай жатырмыз. Осы мәселенің басын ашып алайықшы. Жалпы не жаңалық күтеді? Бұл салық реформасы кәсіпкерлер үшін мүмкіндік пе, әлде қосымша қысым ба? Енді мүмкіндіктері де бар. Қысым болатын жақтары да бар. Мүмкіндіктері енді арнайы салық режимінің кәсіпкерлерге арналған түрі бұл өздерінің тапқан табыстарынан 4% әлеуметтік салық төлейді. Әлеуметтік салық емес, әлеуметтік төлем төлейді. Енді оның 46 түрі бар. 46 түрі оқеттің. Бұл 46 түріне қызметтің түрі ғана кіреді, сауда-саттық жасауға болмайды. Бірақ енді ғана өзінің кәсібін бастайым деушілерге бұл қандай да бір тәжірибе әкелуі мүмкін, бұл бір мүмкіндік деп ойлаймын. Егер зейнеткер болсаңыз, ешқандай әлеуметтік төлем төлемейсіз, салықты да төлемейсіз. Бұл зейнеттегі кәсіптерін бастаймын деген кісілерге бұл бір мүмкіндік. Ал егер біз қысқартылған режимменен жұмыс істейтін болсақ, бұл қазіргі көптеген кәсіпкерлердің айтуынша, біздің ойымызша, бұл көптеген шектеулердің заңдастырылуы бұл қысым деп те айтуға болады. Өйткені кіші кәсіпкерлер олар өсу керек, тәжірибе алу керек, орта категориядағы кәсіпкерлермен, ірі кәсіпкерлермен жұмыс істеу керек. Сондықтан олар оңайлатылған режимде 3% төлеп отқан кезде бұл аз төлем деп айта алмаймыз. Өйткені біріншіден жалақыдан әртүрлі төлемдермен міндетті салықтарды төлейді. Одан кейін өздерінің табыстарынан төлейді. Бұл таза табыстарынан емес, айналымнан төлегеннен кейін 3% аз пайыз деп айтуға келмейді. Сондықтан қандай да бір кәсіпкерлер дұрыс жұмыс істемеген болса, әр кәсіпкер өзінің ісіне жауап беру керек. Ал жалпылама салық кодексіне барлық кәсіпкерлер үшін бұндай шектеуді қою дұрыс емес деп ойлаймын. Мысал үшін 2 жыл мораторий берілді. Сол кезде қаншалықты көлеңкеден шықты? Ал бұл жерде қайтадан көлеңкеге кетіп қалу қаупі қаншалықты дәл қазір? Енді 2000 жылдары көптеген жеңілдетілген, орысша айтқанда упрощенный режим дейміз ғой, сол жеңілдетілген режимде істеген кәсіпкерлер салық төлеуден босатылды. Оборот көрсетеді, бірақ төлемейді. Өздерінің тапқан табыстарының көлемдерін көрсету керек. Өздерінің салық есебін тапсырған кезде, бірақ төлеген жоқ. Енді бұлай қарасаңыз, енді ол орынды сұрақ. Енді заң шығарушы субъектілерде бізге соны айтып жатады, ешқандай оң нәтижесі көрсетілмеді деп. Бірақ енді оның әртүрлі себептері бар. Бірінші карантиннен шыққаннан кейінгі кезде көптеген кәсіпкерлердің жағдайы соншалықты қуантарлық жағдайда болған жоқ. Екінші, инфляция жылдан жылға өсіп келе жатыр. Одан кейін мысалы олардың салықтан басқа да толып жатқан шығындары бар. Мысалы коммуналдық төлемдер, егер олар офистарды жалға алатын болса,
өздерінің жеке меншікті дүкендері болатын болса, ғимараттары болса, оларға да қаншама өзгерістер келіп жатыр. Ол коммуналдық қызметтің де төлемдері өсіп жатыр ғой. Сондықтан соншалықты олар сол 3 жылда салық төлемегеннен байып кетті деп айту қисынсыздау болып тұрады. Өйткені біз солармен араласып жүргеннен кейін әркімнің шығындары соншалықты аз емес болғандықтан айыппұлды төлейтін жағдайлар да болып жатады. Сондықтан енді олар шын айтқанда өзінің енді әлі келгенше төлейтіндерін қазір төлеп жатыр. Ең бірінші кіші кәсіпкердің міндеті өзіне асырау ғой. Міндеті, мақсаты өзіне өзі асырау. Одан кейін қол астындағы жұмыскерлеріне біреуінде 10 адам бар, біреуінде 5 адам бар. Әрбіреуіне енді жұмыс тауып беріп отырған жоқ па? Жұмыс тауып беріп, әлеуметтік көмек жасап отыр, қолдау жасап отыр үкіметке. Одан кейін үкіметтің экономикалық жағдайында қолдап отыр ғой. Енді қаншада көп төлесін, аз төлесін, өздерінің жағдайларына байланысты, өздерінің салық есептеріне байланысты салықта төлеп отыр ғой. Сондықтан кіші кәсіпкерлер сондай бір ешқандай пайда әкелмейді деп айтқан дұрыс қағида емес. Жалпы басын ашып қояйықшы. Арнайы салық режимі бар болады, және жалпы халықтық жалпылама декларация болады. Екеуі болады. Одан кейін ондай розничный болмайды енді. Ол енді бөлшек сауда салығы дейді ғой, енді орысша айтқанда розничный налог. Одан кейін жеңілдетілген салық режимі, бұл қысқартылған, орысша айтқанда упрощенный режим дейді. Екеуі қосылады ғой. Екеуі қосылғаннан кейін арнайы салық режимі, қысқартылған салық режимі деп аталады 2026 жылы. Енді 2026 жылы кіші кәсіпкерлердің енді қалай деп айтсам, қобалжуы деп айтсам ба, алаңдауының негізі жалпылама декларация істейтін кәсіпкерлермен жұмыс істей алмай қалулары мүмкін. Өйткені кіші кәсіпкерлердің жаңағы жалпылама декларацияда жұмыс істейтін кәсіпкерлер қысқартылған режимде жұмыс істейтін кәсіпкерлермен жұмыс істемейтін келмейтін себебі олар шығындарын, өздерінің табыстарын олардың шығындарына азайта алмайды. Орысша айтқанда, нельзя брать на вычеты, если вы работаете с теми, кто работает в упрощенном режиме. Сондықтан осындай бір келеңсіз жағдай қазірге дейін сондай бір дау туғызып тұр. Енді біз сондай жылдың аяғына дейін үмітіміз болған. Енді еліміздің президенті араласа, біздің ұсыныстарымызды жеткізетін жаңа бизнес омбудсмені бар. Тағы да халықты жақсы түсінетін, кіші кәсіпкерлермен араласатын мәжіліс депутаттары бар. Енді сол кісілердің қолдауымен енді біз осы бір келеңсіз жағдайды жоямыз ба деген үмітте болған едік. Енді қараңызшы, сіз бағанағы жеңілдетілген реформа 4% дедіңіз ғой бағанағы. Қысқартылған осы режимде, қысқартылған режимде. Жоқ. Ол қысқартылған емес. Арнайы салықтық режимі деп алады. Арнайы салықтық режимі ол жаңағы жеке тұлғаларға арналған. 2025 жылғы патент, жаңа мобильный режим деген тағы да бір 2 түрі болды ғой. Салық режимінің. Сол екеуі қосылып, енді жеке тұлғаларға арналған, оларға жеке кәсіпкер болып тіркелу міндетті емес. Олар тек қана салық азамат қосымшасына тіркелу керек. Көрдіңіз ба? Олар табыс тапқаны салық комитетінде енді көрініп тұрады, қадағалаған кезде. Ол жаңағы қосымшаға кассалық аппарат тіркелген. Олардың қанша пайда тапқаны көрініп тұрады. Оған жаңа 46 қызметтің түрін ғана көрсете алатын адамдар ғана жұмысте қолдана алады жаңағы режимде. Ол басқа. Ал қысқартылған режимде 4-тен 6-ға дейін жаңа 4% бар ғой, жеке жаңағы қарапайым халықпен жұмыс істейтін болсақ, жаңа 4% заңдастырылған, ол 4%-ымыз әр өңірдің
мәслихатының бекітуіне байланысты азайып отыр. Бекітуіне байланысты азаюы да мүмкін. Жаңағы 4% 2% болуы да мүмкін. Мысалы Қарағанды қаласы, көптеген өңірлер 2% қылды қазір. Иә, облысы 2% қылды. Одан кейін 6%-ға дейін көтеруі де мүмкін. 50%-ға түсіруі де мүмкін, 50%-ға дейін, 50%-ға дейін көтеруі де мүмкін. Бұл егер біз жаңағы мәслихаттың енді өзінің жаңағы қаржы мәселесіне қарай әрбір өңір сондай шешімді қабылдай алады. Енді егер бағанағы қазір жыртық үйге тамшауыр, арық атқа қамшауыр дейді ғой қазақ. Сол сияқты бағанағы өзіңіз айтып отырсыз. Осы 3 жыл кіші кәсіпкерлерге мораторий бергенмен олар байып кеткен жоқ. Яғни олардың шығыны, арендасы бар, бағанағы коммуналдысы бар, жұмысшылары бар, айыппұлы бар, өз шығыны жетеді. Оның сыртында ұрлығы бар оның ішіндегі. Ол да бар енді. Сол сияқты шығын өз басына жетіп артылады. Оның сыртында қазір барлығы мынау виртуалды ақшалар, яғни Каспий переводтар, олар эквайринг алады. Ол Чусан банк болсын, Алатау болсын, яғни эквайринг 1% қосылады. Эквайрингіңізді қараңыз. Біз осы 1-2 жыл бұрын сараптама жасап көрдік. Сол кезде бүкіл дүние жүзіндегі ең үлкен төлем осы эквайрингта Қазақстанда екен. Көрдіңіз ба? Сондықтан ақшаны аласың, ол ақшаң енді жаңағы QR-кодпен ақша жаңағы банкалық картамен сауда жасаған кезде, болмаса қызметтің түрлеріне төлеген кезде, олар кәсіпкерлердің қолына түспейді ғой. Олар счеттарына барып түседі банкідегі. Ол банкіден шешіп алған кезде, олар тағы да проценттерін комиссиясын төлеу керек банкілерге. Сондықтан былай қарасаңыздар, мен ойлаймын негізгі біздің Қазақстанның кәсіпкерлері сондай бір өте мықты деп айтсам да болады. Өйткені бірінші өзін асырап отыр, одан кейін жұмыскерлеріне және банкілерді асырап отыр. Одан кейін жаңағы төлейтін төлемдерін төлеп отыр. Ең біздің кәсіпкерлерге жеңілтемейтін әрекет бұл жиі заңнамаға өзгерістер кіргізу. Осы заңнамалар біздің алдағы құратын жоспарымыздың өзіне кері әсерін тигізеді. Өйткені жаңағы мен кәсіпкерлерге айтам, кейде ақшасы бар кәсіпкерлерге, сендер неге өндіріс мекемелерін ашпайсыңдар, кішкентай цех болса деп, сонда айтады. Бүгін ашсақ, ертең енді 1-2 айда, мүмкін жарты жылда бізге өзгеріс кіргізіп жатса, біз ондай өзгерістерге қарсы тұра алатын қаржымыз жоқ. Алған жаңа құрал жабдықтарымызды мүмкін сату керек болатын шығар. Егер сол өзгерістердің арқасында ол құрал жабдықтар ешкімге керек болмайтын болса, бұл тек қана шығын болады дейді. Сондай бір сол заңдарға жиі өзгеріс енгізілгеннен кейін көптеген кәсіпкерлер өзінің қолдарынан келетін істі жасауға ешқандай ниет танытпайды. Бұны ешкім әзірше ескеріп жатқан жоқ. Сондай бір жағдайлар бізге кері әсерін тигізіп тұр. Жаңа эквайрингті айтып отқаным, бұрын камералды тексерулер тұратын салықтан келіп, бір кішігірім қаншалықты оборотты көру үшін. Қазір оборотты барып тексеру қажет жоқ. Соңғы нәтижелер бойынша фискалды аппаратты қою да шарт емес, өйткені барлығы көрініп тұр. Мысалы, бір күндік обороты, ол кішігірім дүкенде 500 мың делік, ол толығыменен Каспий переводпен көбісі жұмыс істейтін болғандықтан, дәл қазір барлығы ашық көрініп отыр. Оның сыртында Freedom өзінше таласып отыр, бұлар өзара кешбекпен таласып отыр. Яғни бүткіл оборот дәл қазір осы виртуалды ақшалар арқылы жасалып жатқандықтан налог көріп отыр. Және салықтың төлемі де көбейді. Бұрынғыдай жалтару азайды. Енді қайтпек керек. Енді кәсіпкерлер тарапынан ба қайтпек керек? Кәсіпкерлер тарапынан қайтпек керек. Енді олар енді барынша жасап отырған. Оған енді бағанағы жыртық үйге тамшауыр деп атқаным, кәсіпкерлер енді тағы 3% емес 6%-ға көтеретін болса, егер басқа бір өңірлерде енді мына реформаның кіру үшін 3%-дан асырмайды дәл қазіргі жағдайда ешбір өңір. Бірақ алдағы уақыттарда 4%, 5%-ға қоятын болса, өте қиын. Және эквайринг, мысалы, Америкада 0,040%-дан аспайды, мысалы үшін. 1% деген шынымен бізде ең жоғарғы ставка. Бірақ сол жаңағы 4%, 2% деп айтып жатты қой,
оны 1 желтоқсанға дейін әр өңір өзі шешім қабылдау керек болады. Бірақ мен сол 5-6 деген тарифті көрмедім. Жоқ, енді реформа кіргізу үшін жасай алмайды ғой. Мысалы үшін Болгарияда осы салық реформасы дұрыс жасалмағандықтан үкімет толық қазір зумерлер көтеріліс жасап, үкіметті таратып жіберді. Дәл қазір бір шетін дүние жасай жіберу, аяқ астынан шешім қабылдау да қиын болып бара жатыр әлемде. Мексикада, Непалда, көптеген елдерде зумерлер көтеріліс болып жатыр. Немесе бұның алдында Қырғызстанның кейсін алуға болады. Қырғызстанда да кәсіпкерлер көтеріліске шыққан кезде Садыр Жапаровтың өзі барып, президент Дордой базарындағы кәсіпкерлерге кешірім сұрады. Біз салықты жетілдірмеген күйінде ұсынып, біз сол себептен бұны біз қайтарып аламыз. Толық кемелдендіріп барып қана сіздер осыны бекітіңіздер деген сияқты. Сол сияқты бұл жерде де бүгін бағана сіз айтып жатқан вычет бойынша Кемеңгербич, Әмірин бұл мәселені 6 айда қараймыз дейді. Яғни бірінші отчет қабылдайық. Отчет қабылдаған кезде бағанағы жалпылама режимдегі мен мынау айтып отқан арнайы режимдегі екеуінің арасында конфликттің қаншалықты болатынын, яғни бұл кілтипан ғой, дұрыс емес жүйе тұр ғой. Осы дұрыс жұмыс істемейтін болса, қайта қаралама сонда. Бұл жерде нақты жауап жоқ. Вычет бәрібір екі жаққа ала-құла болып, яғни бір дүниеден мына жақта алынған бір салық алынады, және қайталай 2 салық алынады. Ауыртпалық халыққа түсіп кетпей ме қалтаға? Бұл енді бұл жаңағы беріп жатқан уәдесі болмаса бір қандай да бір үміт қой. Енді осы шолай бермей кішкене бір бізге бір сондай бір уақыт берсін, бізге бір неменелгі цифрлар менен дәлел болсын дегендей бір уақытты созу ма, әйтеуір тура осы 6 айдан кейін өзгеретін затты қалай олар көре қоятынын мен өзім көзім дұрыс анық жетпейді. Бір жағынан қандай да болса кіші кәсіпкерлерді қолдау керек, өйткені мен өзім кіші кәсіпкерлермен, болашақ кәсіпкерлермен жиі араласамын. Бірақ көптеген кәсіпкерлер, орысша айтқанда потенциалды кәсіпкерлер дейді ғой, енді болашақ кәсіпкерлер де бір қорқыныш. Біз егер бастасақ, мынандай ең қиын болып тұрған біздегі осы құжат, осы салық кодексі деп ойлаймын. Өйткені соны қаншама жыл тәжірибесі жеткілікті кәсіпкерлердің өздері, бухгалтерлердің өздері нақты түсінбей қалады. Оны бір-бірімізге хабарласып, дәлелде бір-біріме түсіндіріп, өзімізді әзер түсінетін сондай бір баптары бар. Көптеген баптарды енді қарасаңызшы, анау салық кодексіне қол қойылды. Содан кейін бірнеше рет барлық Қазақстан өңірлерін вице-министрлер барып өздері түсініктеме берді. Негізінде бұл дұрыс әрекет деп ойламаймын. Бұл енді салық кодексі деген заң ғой. Ол заңды экономистер, заңгерлер, бухгалтерлер емес, барлық адам, болашақ кәсіпкерлер барлығы оқып түсінетін жағдайда ол жазылу керек. Мысалы, өңірлерге барып бізге түсініктеме берді. Ол түсініктемеде біздің қойған сұрақтарымызға өздерінің күнделікті теледидардан айтып жүрген жауаптарын естідік. Бұл кісілердің өңірлерді аралағанның өзі үкіметтің қосалқы шығыны ғой, шынын айтқан кезде. Дәрменсіздігі біреу, одан кейін бұл да бір өте көп қосалқы шығын. Олар енді жай соншалықты арзан бағаға шығын келтірді, арзан шығын келтірді, аз шығын келтірді деп айта алмаймын. Өйткені өңірлердің аралары өте қашық, бір жерлерге самолетпен бару керек. Сондықтан бұл керексіз әрекет деп ойлаймын. Ал кімде болсын сол жазылған заңды қалай жазылды, солай түсінуге, сондай түсінікті түрде жазу керек. Яғни оны тәпсірлеп, интерпретациялап қажет жоқ дейсіз ғой. Жай қаймана қазақ түсінетіндей тілде жазылмаған болып тұр ғой. Қазақтарға қазақша, орысшаға орысша, ол бір жазылған заңнаманы неменеге айта береміз, неменеге уақытымызды, біздің уақытымыз кетеді, өздерінің уақыты кетеді. Бұл өте сондай бір түсініксіз, керексіз әрекет деп ойлаймын. Енді ашығын айтайықшы, баға қымбаттай ма?
Енді баға анау қосалқы құн салығы өсейін деп жатыр, өсетін шығар деген кезде бір рет қымбаттады. Өсейін деп тұрған жер кезде тағы бір қымбаттады. Енді қолданысқа енгізілгенде тағы да қымбаттауы мүмкін. Қарап отырсаңыз, оған бір соншалықты бір шектеу қойылған жоқ. Енді біз не үшін қымбаттады? Оны істеп жүрген енді кәсіпкерлерді. Өйткені ертеңгі күні мен өзімнің шығынымды жаба алмай қалатын шығармын деп ертерек қымбаттататындар да енді жағдайлар болып жатады. Өзін қорғау инстинкті ғой. Өзін де қорғайды. Өйткені бізде енді бүгін мынандай жағдай өзгерсе, ертең басқа да бір өзгерістер болып қалса, біз сондай бір қиын бір қаржылық жағдайға түсіп қалуымыз мүмкін. Аренда да қымбаттайды, қызметтің жаңағы коммуналдық түрлері де қымбаттайды. Тағы да бір инфляция өсіп жатыр. Сондықтан жаңағы өзін өзі қорғау инстинкті бізде өте бір үлкен деңгейде деп айтсам да болады. Айғаттан қосып жібереміз ғой. Олайда қосылып кетеді. Қосымша құн салығынан шықты ғой, бүткіл даудың басы. Шын мәнінде бұл қосымша құн салығы кімнің қалтасына түседі? Тұтынушының ба әлде кәсіпкердің бе? Енді бұлай қарасақ, екеуіне де қатысты. Енді қосалқы құн салығын кәсіпкер өзі енді халықтан алса да, кәсіпкерге қатысты ғой бәрібір. Кәсіпкерге де қатысты, жай қарапайым адамдарға да қатысты, екеуіне қатысты да. Екеуіне де бір келеңсіз немен деуші еді, сондайды бір жағымсыз жағдайда болды ғой елдің бәрі соны естігенде. Енді бірақ үмітіміз болды, енді қосалқы құн салығын көтермейтін шығар деп, бірақ ол көтерілді. Енді іске іс жүзінде 2026 жылдары енді тағы да өзінің бір нәтижесін көрсетіп жатыр. Енді біз бәрі жақсы болады деген үміттеміз, енді бірақ кім біледі, енді кәсіпкерлерде қорқыныш көп. Ертең мен төлей алмай қалайын ба сол қосалқы құн салығын, затымды сата алмай қалам ба қымбаттатсам, қымбаттатпасам пайда болмай қалама деп, енді өздері сондай бір сұрақ қойып күйзелісте қынжылып жүрген кәсіпкерлер көп. Сіздің әріптесіңіз Максим Башим, учет KZ-тің басшысы, егер дәл осы кезеңде, осы 2020 жылдан бастап, қандай да бір кәсіпкер бухгалтерші жұмыс істейтін болса, өзінің аяғын өзі атады деген мәлімдеме айтты. Біз бағана өзіңіз бухгалтер мәселесін айтып қалдыңыз. Бухгалтерлердің өзі түсінбей жатыр дедіңіз. Бағанағы вице-министрлерге олар не айшықтап дұрыс тәпсірлеп бере алмай жатыр. Енді шынымен біз кәсіпкерлер өз аяқтарын өздері ату мүмкін ба? Енді бухгалтерлерді алмаса дейсіз бе, егер тәжірибесі жеткіліксіз бухгалтерлерді алса дейсіз бе? Енді өзі тапсырып, яғни салық азамат деген приложение жасалды, яғни ол жеңілдетілді. ЕСФ-тің барлығы көшті. Біздің әрбір кәсіпкердің өзінің үлкен салық несінде тұр, өзінің жеке беті бар. Қанша пеня төлемеген барлығын күнделікті көре алады. Яғни осында біз цифрлық дүниені жасау арқылы, диджиталға өтуіміз арқылы біз жеңілдетіп, яғни әрбір кәсіпкер бухгалтер жұмыс істей алатын деңгейге жеткізудің орнында біз керісінше бухгалтерге байланбасаң құрдымға кетесің деген мәселені айтып жатыр ғой бұл жерде. Енді мысалы арнайы салық режимі бар ғой, жаңағы жеке тұлғаларға алынған. Олар бухгалтерлердің көмегінсіз жұмыс істей алады. Өйткені жаңағы форманы салық комитетінің өздері жасайды, ал кәсіпкерлердің міндеті тек қана төлеу болады, жаңағы өздерінің табыстарынан 4%-ді төлеп отырады. Енді ол енді жақсы, тек қана сол жаңағы 46 қызметтің түрін көрсететін адамдарға. Ал басқа кәсіпкерлерге міндетті түрде бухгалтерлік есепті сауатты жүргізу керек, уақытымен жүргізу керек. Енді сондай бір тәжірибелі сауатты жүргізетін бухгалтерлердің ақшасы да аз емес деген сөздерді естіп жатырмыз, жаңағы айлығы алатын ақшалары. Енді бұлай қарасаңыздар, енді кейбір кәсіпкерлер бар, жағдай болып тұрса да енді аз ақша сұрайтын бухгалтерлерге де алғысы келіп тұрады. Енді ол өзі кәсіпкердің өзінің жауапкершілігі. Енді
мысалы қаншама консалтингтік мекемелер бар, консалтингтік қызмет көрсететін мекемелер бар, олардікі кішкене арзандау, бірақ өздерінің жауапкершіліктері жақсы. Өйткені оларда бірнеше бухгалтерлер бар, бір бухгалтер кетсе екінші бухгалтеріне өздері жаңағы мекеменің басшысы өзіне жауапкершілікті алады. Өйткені келісім шарт бар нақты. Енді бұл кәсіпкерлердің өздерінің қолында. Бухгалтерлер енді былай қарасаңыз, бухгалтерлердің саны жеткілікті. Бәрібір колледж оқытады, бәрібір жоғары оқу орны оқытады. Егер шығып бермей шығайбай сараң бизнесмен болсаң, онда сен ұрынып қалуы мүмкінсің. Үлкен айыппұлдарға түсіп қалады ғой. Дұрыс қой, осы құрдымда айтылып тұр бұл жерде. Иә, ол енді бухгалтерлердің барлығы сол жоқ, мен қазір сол бухгалтерсіз жұмыс істеп, өзім сондай бір қиын жағдайға әкелем деген, ол кәсіпкерлердің өзінің шешімі. Қай шағын бизнес өзінің бизнесін еркеп жабыла бастау мүмкін? Ең осал сала қайсы дәл қазір? Ең осал сала қазір енді былай қарасаңыз, қобалжу бәрінде бар. Қобалжу бәрінде бар. Енді сауда саттыққа енді сондай бір немене дешет. Қиындық бола қояды деп ойламаймын енді сауда саттыққа. Мысалы бұл енді құрылыс саласында мүмкін сондай бір қиындықтар болуы мүмкін. Құрылыс саласында. Басқа қандай сала? Мысалы общепит, жаңағы тамақтандыру саласында кішігірім бизнес жасайтындары мүмкін қиналып қалуы мүмкін. Енді бұл жерде енді шын айтсақ нарықтық заманның күшеуі болып тұр ғой, осы қазіргі күшейіп келе жатыр нарықтық жаңағы бәсекелестік. Енді кәсіпкерлердің жаңағы қаржысы аз, білімдер кішкене жеткіліксіз болса өзінің көрсетіп отырған бизнестік саласында, енді сондай кішкене қалай деп айтсақ, күштілеу емес, босаңсыған кәсіпкерлердің кәсібі тоқтауы мүмкін шығар. Өйткені жаңағы нарықтық бәсекелестікке дайын емес кәсіпкерлер, кіші кәсіпкерлер жабылуы мүмкін. Өйткені өзі анау вице-министрлер айтып атты ғой, енді біз енді білеміз, бізге ол жаңалық емес. Мысалы 300 мыңға шейін кәсіпкер тоқтауы мүмкін, өздерінің кәсіпкерлік істерін тоқтатуы мүмкін деп оны ашық айтып жатыр ғой. Сондықтан енді мен нақты цифрларды айта алмаймын, бірақ енді бәсекелестікке дайын емес көптеген кіші кәсіпкерлер жабылуы мүмкін деген бір кішкене бір болжам бар. Жалпы кәсіпкерлердің ұсыныстарының қанша пайыз ескерілді? Нақты сан айта аласыз ба? Шынын айтқанда маңызды емес. Мысалы, жаңағы бөлшек сауда режиміндегі 2 миллиард 400 миллион шектеу қойды ғой жаңағы жылдық оборотқа, жылдық айналымға, қызмет көрсетсек, болмаса сауда жасасақ. Ең басты кезінде біз айтқанбыз, 500 болсын, 500-ден аспасын, бұл кіші кәсіпкерлікке арналған салық режимі болғандықтан 2 миллиард 400 миллионды табатындар бұл кіші кәсіпкер емес, бұл орта кәсіпкерліктер деп. Бірақ шынын айтқанда бір 10% ескерілген шығар деп ойлаймын. Өйткені біздің кәсіпкерлердің айтқан, енді өздеріңізде ақпараттан көріп отырған шығарсыз, үздіксіз ұсыныстар жасалып жатыр, үздіксіз ренжулер болып жатыр. Қаншама біз ұсыныс жасаған кезде соның бір шын айтқанда бір 10, енді әрі кетсе бір 20% ғана ескерілген шығар деп ойлаймын. Өйткені жаңағы осы заңдастырылған барлық әрекеттердің барлығы ең бастысы мынау ұлттық министрліктердің жаңағы вице-министрлерінің, сол кісілердің қызметкерлерінің ұсыныстары, одан кейін қаржы министрліктеріндегі жұмыс істейтін қызметкерлердің жаңа вице-министрлерінің ұсыныстары, солар қалай басталды,
солар ғана заңдастырылды. Иә, заңдастырылды. Басқа сырттан кәсіпкерлердің, мысалы, ұлттық кәсіпкерлер палатасының да көптеген ұсыныстары ескерілген жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, сол 10-15 әрі кетсе 20%-дан артық ешқандай біздің ұсыныстарымыз ескерілген жоқ. Ең түсініксіз жағдай, үкіметке қаржы керек дейді. Қаржы керек болғаннан кейін сол қаржыны қалай толтыру механизмі ғана ескеріледі. Бірақ нақты сарап жоқ, қоғамға қалай әсер етеді, кәсіпкерлерге қалай әсер етеді, қанша пайдасын тигізеді, жаңаша кіргізілген өзгерістер салық кодексіне, олардың барлығының нақты жасалған анализдері, сарапшылардың нақты бір тұжырымдары, ешқандай бір статистика, олардың бәрі бізге шын айтқанда заң жүзінде көрсетілген жоқ. Тек қана бір тұжырым. Анандай ақша керек, мынандай ақшаны қоюымыз керек. Мысалы, қосалқы құн салығының шектеуін біз 50%-ға азайтқан кезде 20 мың айлық есептік көрсеткіш болды ғой, 25-ші жылы. Енді 22-ші жылы 30 айлық есептік көрсеткіштен 22-ші жылы 20 айлық есептік көрсеткіш болды. Ол 20 айлық есептік көрсеткіш енді 10 айлық есептік көрсеткішке түсті. Ол шектеуді неге азайтып жатыр? Өйткені қосалқы құн салығын төлеушілердің саны тағы да бір 300 мыңдай кәсіпкерге көбеюі мүмкін деп тұр. Олар қандай жағдайды көбейткен кезде кәсіпкерлерге қандай әсерін тигізеді, халыққа оның қандай әсерін тигізеді, олардың барлығы нақты сараптама жүзінде ескерілген жоқ. Енді бұл адамнан айырылмайды ғой, яғни дробление деген білесіз ғой, бизнесте жүйе бар. Олар соны көріп отыр ғой, яғни бір нүктеден ақша әртүрлі жеке нелерге аударылды, секторларға. Және соларды бұлар мына ИП режимнен өздеріне яғни жеке шаруашылық серіктестігі ретінде былай қарай шығады деген мақсат күтіп отыр ғой. Яғни бір белгілі бір деңгейде бәрі қазына, мысалы үшін тек қана болжам. Тола ма? Бұл тек қана болжам, мен сізге айтайын. Мысалы, сол кездегі 2.300.000 кәсіпкер бар ғой. Сол 2026 жылы қанша болады оның саны? 2027 жылы қанша болады? Бізде тұжырым жоқ қой. Қазіргі кезде енді көптеген кәсіпкерлер, кіші кәсіпкерлер емес, мынау орта категориядағы кәсіпкерлердің өзі қазір алаңдап отыр. Енді мынау көршілес елдерге барсақ, оларда не болып жатыр? Қазір сол жаққа алаңдап отырған адамдар да көп. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мен ойлаймын, негізінде бұл реформаны кішкене басқаша жасауға болушы еді деп ойлаймын. Мұны салық кодексін, салық ставкасын азайтып, сосын сол жаңағы өздерінің нақты міндеттемелерін орындамағандарға айыппұлдарды көбейтіп, сол кезде барлығы көлеңкеден шығушы еді деп ойлаймын. Анау біз 1%, 2%, 3% қойсақ, бір барлық қаржымыз сол далаға кетіп, бәрі ұтылып қаламыз деген бір ойдан арылу керек деп ойлаймын. Өйткені біз ставка аз болған сайын, кәсіпкерлер де айтады ғой, мен айыппұл төлеп жатқанша, одан да мен нақты өзімнің міндетімді орындайын, сол ставкамды, салығымды төлейін, тыныш ұйықтайын деп ойлайтындар көп болушы еді. Ал енді осы сәтті әдемі ұрымталы сәтті пайдаланып, Қырғызстан да, Өзбекстан да кәсіпкерлер бізге келіңдер деген жарнама жасады. Оларға ығысып кету жағдай қаншалықты тәуекелдері бар? Иә, менің әріптесім, Максим, осы бір 2 ай бұрын Москвада сауда министрлігінің шақыруыменен бір форумда болды. Сонда сол айтты. Олар, сендердің салық кодекстерінің қиындағаны жақсы болды. Бізге сендердің көптеген кәсіпкерлерің Қазақстанға релокат келейін деп жатыр.
келіп те жатыр деген сөзді айтты деді. Енді бұл нақты бір трибунадан айтқан жоқ, енді барлықтар енді араласып, әрбір елдердің кәсіпкерлері тағы да сол сияқты өзі мықты сарапшылар кездескен кезде сондай сөздерді айтып қалды деді. Енді ол кісі жаңағы көп министрлермен араласып жүреді ғой, енді сол кісі негізінде ол сөзді жеткізбекші болған, жеткізген де шығар. Енді барлығы да енді өте ақылды азаматтар ғой, мен ойлаймын, жаңағы министрлерді ақылды азаматтардың өздері қайшылық болып тұр ғой. Мысалы үшін осыны негізгі ұсыныс ретінде жасағанның бірі Алмас Чукин, дұрыс қой, сіз әріптесіңіз. Ол Чукин алады, осыны көтеру керек дейді. Бірақ қайра келген кезде енді осы жақында соңғы бір пікірінде айтады, бұл елдің ішіндегі бір қандай да бір елдің көңіл толмаушылығын көбейтеді деген сияқты кері пікір айтады. Мен бұл адамдарда бір принцип жоқ деп ойлаймын. Екінші мәселе, мысалы үшін қараңызшы, бұл реформа Путин біздің елге үлкен визитпен келгеннен кейін артынша бірден қолға алынады. Бұл белгілі бір деңгейде ресейлік лобби тұрған жоқ қой бұл реформаның артында? Енді мен оны ешқандай дәлелім болмағандықтан, бұл біздің жай ғана болжамымыз ғой. Ол да мүмкін деп ойлаймыз, мүмкін деп. Бірақ енді нақты солай деп айта алмаймын, өйткені нақты құжат жоқ, нақты бір дәлелдеме жоқ. Тек қана бұл болжам. Сондай бір болжам. Енді ол шын айтқанда біздің еліміз осынша байлықты игере отырып, осындай қаншама халықты осылай біз қалай деп айтсақ, сондай бір келеңсіз жағдайға келтіріп, сондай бір өмірлерін қиындатқанымыз шында дұрыс жағдай емес деп ойлаймын. Көптеген кәсіпкерлер, енді бізде былай қарап тұрсаңыздар, мысалы ұрлыққа жақын емес, өздерінің семьясын ғана асырап, табыс тапсам деген көптеген жақсы ниетті адал азаматтар көп. Әсіресе қыз келіншектер жас. Енді жаңа ғана енді балаларын кішкене өсіріп, қандай бір қызметтің түрін бастайын, осы бір жеңілдетілген режимнен көрейін деп сауда саттық қой, енді көпшілігінің бастағысы келетін кәсіпкерліктерінің бірі. Бірақ егер жаңағы арнайы салық режимі бар ғой, 4% төлейтін, оған сауда саттық жасау, ол режимде істесеңіз сауда саттықпен айналысуға болмайды. Сондықтан мынау жаңағы қысқартылған режим бар ғой, қазіргі розничный налог, ендігі жылы қысқартылған режим, сол көбіне қиындық тудырып тұр. Сондықтан олар енді, бірақ енді мысалы Қарағанды облысында 2% болғандықтан, тағы көптеген өңірлерде 2% болғандықтан, тек қана қара халыққа сауда жасаймын, қызмет көрсетемін деген кәсіпкерлерге оларға онша қиындық туғызбайды. Бірақ қараңыз, 2025 жылы осы сауда, бөлшек сауда салық режимінде, егер сіздің айналымыңыз қандай айналым болса да, жаңағы салықты төлемей тұрып, сол табысыңыздан жалақы мөлшерін 1.90-дағы жалақы мөлшерін алып тастап барып, салық төлейтін біз. Сондай механизм болған. Енді 2026 жылы бұл жаңағы жеңілтілген режимде жұмыс істесеңіз, сіздің айналымыңыздың көлемі 100 миллионға болу керек. 100 миллион болған кезде ғана сіз жаңағы өзіңіздің айлығыңызды, жаңа орысша айтқан фонд зарплата дейді ғой, сол кезде ғана сіз табысыңыздан алып тастап барып салықты төлейсіз. Көрдіңіз бе? Бұл осы кезең, осы көрсеткішті осылай істегені енді дұрыс емес. Бұл кіші бизнесті қолдау емес. Бұл тек қана орташа бизнесті ғана қолдауға болатын әрекет деп ойлаймын. Енді бұл реформаның нақты авторы кім? Экономистер ме, қаржыгерлер ме, әлде фискалдар ма? Фискалдар деп айта аламын.
Өйткені фискалдар ең басында шығарды. Одан кейін сол қалай айтылды, қандай талқылама жасалған күннің өзінде бәрібір сол алғашқы қалай айтылды, сол фискалдық мекемелердің жаңағы қызметкерлері солай болып заңдастырылды. Ал егер осы реформа сәтсіз болатын болса, кім жауап береді? Өкінішке орай жауап беретін адам болмайды деп ойлаймын. Өйткені нақты бір жауапты өзіне жауапкершілік алатын адам жоқ. Ешкім алмайды. Өйткені талай болып жатты ғой сондай сәтсіздік жағдайлар. Өйткені кім экономистер болғанда, кім депутаттар. Енді олар ол кісілердің енді жартысы қолдаса, жартысы енді ұсыныс жасап жаңағы фискалдарды қолдап отқан кісілер. Фискалдық адамдар жаңағы ұлттық министрлік те жұмыс істейтін кісілер, жаңағы қаржы министрлігінде жұмыс істейтін кісілер, олар барлығымен талқыладық, барлығымыз осындай бір тұжырым қабылдадық дейді. Барлығы деген кім? Барлығы деген біз қатыстық, бірақ біздің ұсыныстарымызды ешкім ескерген жоқ, ол заңдастырылған жоқ. Сондықтан енді бір-біріне жауады да, ешкім оған ешқандай фискалдық орган, ешқандай оған қатысты жұмыс істеген адамның барлығы сондай бір жауапкершілік артады деп ойламаймын. Президентке кәсіпкерлердің шынайы көңіл күйі жетіп жатыр ма? Кей уақытта жетіп жатыр деп ойлаймыз. Кей уақытта, өйткені осы 17-ші қазанда шұғыл түрде ол кісінің жарлығымен мынау таза парақтан бастау керек жұмысты деді ғой кіші кәсіпкерлерге, тексерісті. Енді бұл 2024 жылғы, 2025, 2023 жылғы кәсіпкерлердің айыппұлдары, олардың төлейтін жаңағы төлемақылары, олар немен дөшеді оларға жеңілдіктер беріліп, олар қаралған күннің өзінде, егер олардың төлейтін, нақты төлейтін ақшасы болса, ол төленеді, бірақ айыппұлдар болса, жаңағы пеня дейді ғой, төлемесімі болса, олар төленбейді. Енді бұл жақсы жеңілдік деп ойлаймын. Сондай жарлық болғанына қарағанда біздің президентімізге қандай да бір кәсіпкерлердің істеріне байланысты келеңсіз жағдайларды жеткізетін депутаттар болуы мүмкін, кейбір бізді қолдайтын. Содан кейін мынау бизнес омбудсмені бар ғой, сол кісі бірнеше рет ол кісіменен кездесуде болды. Сондықтан енді біз қатты қолдаусыз қалдық деп айта алмаймын. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, бүгін бизнес ашар ма едіңіз? Мен кәсіпкермін. Енді бүгін тура қазіргі кезде осындай бір аумалы-төкпелі, түсініксіз жағдайда мүмкін ашар едім, мүмкін ашпас едім. Енді барлық, мысалы, кризис дейміз ғой, экономикалық кризис. Экономикалық кризис болған кезде бұл барлығына бірдей қалай деп айтсам, шығын әкелетін кезең емес қой. Сол кезеңді пайдаланатын да кәсіпкерлер бар ғой. Сол кезеңде пайда табатын да кәсіпкерлер бар ғой. Бірақ енді кәсіпкерлерде, енді кіші кәсіпкерлердің өздері де кішкене талаптану керек. Заңды оқу керек. Енді қанша дегенменен ақша жасап жатқанда кәсіпкерлер бар. Енді реформа дұрыс емес, қай уақытта, қай кезеңде бізге жағатын жақсы бір реформа жасайды деп күтіп отырмаймыз ғой. Біздің де енді өміріміз бәріміздің шектеулі ғой, уақытымыз өтеді, табыстау керек, семьяны асырау керек. Сондықтан енді қалай деп айтсам екен? Енді 50-50 деп айтам. Қазақта қарғыстың төресі дейді. Өзің білме, білгеннің тілін алма дейді. Ондай да бар. Ал Қытайларда білесіз бе қарғыстың төресі қандай? Олар реформа кезінде дүниеге келді екен. Яғни реформаны, жалпы реформалар көп жасалатын кезең, ең бір қиын кезең өмірде.
Егер сіз кәсіпкерге қандай да бір өз кеңесіңізді айтатын болсаңыз, қандай кеңес айтар едіңіз? Мысалы, кейбір кәсіпкерлер бар бізде. Бір кәсіптің басын бастайды, сосын оны жөнге келдірмей жатып екіншісін бастайды. Қай жақтан ақша көбірек келеді деп ойлайды. Бір жағынан мен ойлаймын, бір кәсіптің түрін нақты меңгеріп, жетілдіріп, жан жақты соны қырын сырын біліп, сол біреуін аяғына қойғаннан кейін барып екіншісін қарастыру керек деп ойлаймын. Содан кейін жаңағы бухгалтерлер керек болатын болса, аз сұрайтын, мен өзім бірінші үйреніп алайын деп, кейбір бухгалтерлер жалақыны көп сұрамайды да, сосын өзі де білмейді, кәсіпкер де білмейді. Енді анаған жаңа бухгалтерға мен аз төлеп отырмын, әйтеуір бухгалтерім бар деп кәсіпкер жүреді, сосын оның тапқан таянғаны біраз уақыттан айыппұл төлеумен кетеді. Ол да дұрыс емес. Сондықтан егер жақсы жұмыс істейміз, жақсы табыс тауымыз керек деген ниетіміз болса, оған бізде сәйкес келуіміз керек. Әрине, мынау қазіргі болып отқан реформа, біз 30 жылдан артық жұмыс істеп келе жатырмыз. Соның өзінде біздің өзімізге де, қазір біздің өзімізде де қобалжу бар. Біздің өзімізде 2026 жылы, мысалы, национальный каталог товаров дейді, оны кіргізді. Ол да дайын емес. Көрдіңіздер ме? Бірақ соны дайын еместігін дәлелдеп берген күннің өзінде бізге айтып отыр. Ол енді біз қазір бастауымыз керек қой, біз жүре келе түзейміз дейді. Ол жүре келе түзелетін пилоттық жобалар бізге қаншама зиян әкеледі, қаншама уақытымызды алады. Сондықтан осындай бір жан жақты тексерілмеген сондай бір жаңалықтарды енгізу біз үшін шыныменен дұрыс жағдай емес. Енді кәсіпкерлерге не айтарым? Жақсы бухгалтер алу керек, өзінің ісін меңгеруге тырысу керек. Енді мынау экономикалық дағдарыс келе жатыр екен деп қорқа бермеу керек. Енді бұл біз өзіміз неше түрлі дағдарысты өттік қой, 90-шы жылдан бастап. Дағдарыстың барлығы уақытша. Сол дағдарыс кезінде өздерінің табыстарын табуға ниеттену керек. 5 жылдан кейін бұл реформаны біз дұрыс шешім деп атаймыз, әлде тарихи қате дейміз бе? Енді ол үшін біз оның нәтижесін білуіміз керек қой. Енді бір 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін не айтады? Бұдан бір коллапс болып кетеді деген сияқты қорқыныш жоқ па өз басыңызда? Енді қатты сондай болып кетеді деп ойламаймын. Бірақ енді біз ертеңгі күнде болжауға қазір біз шынын айтқанда осындай толып жатқан өзгерістің арасында шынын айтқанда біз өзіміз ертеңгі күніміздің қандай болатынын шынында қатты болжауға білімімізде басқа жүйеде бір жеткіліксіз жағдайда екен деп ойлаймын. Егер салық реформасы тоқтатылса, мемлекет ұтыла ма, әлде бизнес ұта ма? Салық реформасы енді тоқталады деп ойламаймын. Енді қалайша тоқталады ол? Қалай ойлайсыз? Осы 26 жылға жасалып жатқан өзгерістерді дейсіз бе? Мысалы үшін биылғы жылдың өзінде бағанағы айтқандай көптеген обороттың барлығы, айналымның барлығы көрініп тұр ғой қазір, Сол себептен биылғы жылдың өзінде жылдың аяғына дейін біздегі қазынаның қаржысы молынан құйылған болса, бұл реформа жасау бәрібір қаншалықты қажеттілік болады дегенім ғой. Өйткені бәрібір біз соған цифрлы дижитал кезеңге жетіп тұрмыз ғой қазір. Енді қараңызшы, біз қазір Қазақстан кәсіпкерлері туралы айтып жатырмыз, Қазақстан. Мүмкін шетелдік мынау кәсіпкерлер келіп инвестицияны құйып, мүмкін ешқандай да бір біз күткендей жаңа бір қиын нәтижелі жағдай болмай қалуы да мүмкін. Көрдіңіздер ме? Мүмкін солы баланс болып жабылып кетуі мүмкін. Бірақ енді біз өзіміздің еліміздегі мынау кіші кәсіпкерлер дегеніміз өзіміздің қазақ азаматтары ғой. Қазақтың жастары, қандай жағдайда болсын осыларды қолдау керек. Олар семьясын асырасын. Егер осы жерде тұрып жатқан жастардың жағдайы жақсы болса, олар ешқандай
жағдайда мына шетелге кетсем екен, балаларын шетелге жіберсем екен деп аңсамайды. Олар отанын қорғауға, осы Қазақстаным жетілсін деген өздерінің бір күштерін салып өркендетуге тырысады деп ойлаймын. Ешқандай шетелден келген адам бұл жерден осы Қазақстанның жағдайы жақсарсын деп ойламайды. Тек қана Қазақстанның қанша мен ақша алып кетсем екен, қалай мен байып кетсем екен, қандай бір осал жақтарын қолдансам екен, табыс табуға деген ниеттері болады деп ойлаймын. Ал біздің азаматтар бұл жерде қалсын, өсін, өнсін десек, біз енді бұл реформаны өзіміздің кіші бизнесіміздегі жүрген азаматтарымызды қолдау үшін осындай бір жаңағы қысқартылған режимді, арнайы режимдердің барлығын осындай енді ғана кәсібін бастайтын өзіміздің азаматтарымызға ыңғайлауымыз керек, қолдауымыз керек деп ойлаймын. Кез келген біздегі реформа орта тапты көбейтуге жұмыс жасау керек. Енді өкінішке орай мына болашақтағы мынау салық режиміндегі өзгерістер солай болып тұр. Сондай бір әрекетке итермелеп тұрған сияқты болып тұр. Рахмет. Бір кішкене осы салық турасында, салық реформасы турасында аз-маз мағлұмат алдық. Өйткені көп бухгалтерлер өзі түсінбейтін сияқты көптеген шетін дүниелер бар. Енді ертең практикаға кіргеннен кейін көреміз. 6 айдан кейін анау балапанды күзде сана дегендей, келесі жылы енді бүткіл бағанаға екі ортадағы тәуекелдер, бір-біріне келмей жатқан кілтипандардың барлығы ашылады. Осы себептен өстіп ашылып сұхбат бергеніңіз үшін сізге көп рахмет. Дүние тұрғанша тұрыңыз. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.